Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli көрермен. Assalamu alaikum ağa. Wa alaikum assalam. Amansыз ба? Қалайсыз? Көптен бері сұхбат құрмадық баға. Ya өзі Алла жар болсын. Бисмилла деп сөзді бастап хикмет айттым. Шәкірттерге дүр мен гауһар шаштым міне. Жанды жалдап, қайғы шегіп, қандар жұтып, дәптер сәни бетін аштым міне дейді. Біздің ұлы бабаларымыз. Біздің ата бабаларымыз жеті атадан бастап жанды жалдап, қайғы шегіп, қандар жұтып, рухани сабақтастық жолдарды бүгінгі дейін жалғастырып келе жатыр. Жаугершілік заманда жоңғар шапқыншылығы, қалмақтардың шапқыншылығы, кейде бүкіл ауылды шауып, ер кісілерді өлтіріп, тонап, жас қыздарды ұрлап алып кететін болған. Сол кезде біздің аналарымыз қашанғы жылай берсін, қашанғы жоқ деп айта берсін. Аллаға жалынып, пөстектің үстіне жүнді салып, екі сабау алып, айқайлап отырып, Алладан жәрдем тілеп, ана жүнді сабайды екен. Сол кезде әбден сабасына түскен жүн тарқатылып, аспандағы бұлттарда тарқатылады екен. Сөйтіп күннің көзі үйді жылытып, адамдардың жүрегіне қуаныш сыйлайды екен. Сол жүнді иіріп, оны бояп, алаша тоқыған біздің аналарымыз кілем тоқыған. Сонда алаша деген сөз Алла аш деп, адамның жаны Алладан сұрайды екен. Алаш деген сөз. Алла аш деп, Алла аш деп. Міне алаш деген сөздің мағынасы, сондықтан анау алаша дейді, тоқитын нәрсені алаша дейді. Алланың ашқаны. Менің анам сол алаша тоқитын. Сонда сұрайым ғой, ана, мынау ой өрнекті қайдан аласыз? Балам, Алладан сұрайым, Алла беріп жатыр дейді. Маған да берем ба? Саған да береді балам дейді. Енді бұны тоқып не қыласыз деймін, іліп қоям дейді. Онда не болады деймін? Бұл үйді тазартады. Келген қонақтарды тазартады. Бұл аспанды тазартады дейді. Менің де жасағандарым тазарта ма? Иә, тазартады дейді. Міне сол жас кезден бастап осы ілімдерді іздеуге мен кіріскем. Онан кейін киіз үйді алып қарасақ, киіз үй ғарыштық формуланың моделі. Біздің ата-бабаларымыз мынау қандағы ақпаратты сыртқа сол киіз үй арқылы шығарған. Қазіргі ғылым, батыстың ғалымдары бір тамшы қанды әйнектің үстіне тамызып, содан қазір микроскоп емес, басқа бір аппарат шыққан, пәленбай мың есе ана үлгетеді. Сөйтіп, ана жақсы бір музыканы қойып, Бетховеннің ба, Бахтың ба, музыкасын қойып, ананың биліп қараса, жаңағы үлкеткіш микроскоппен. Қанның ішіндегі жаңағы киллерлер дейді, батырлар, оны лейкоцит дейді медицинада. Ана қаннан шығып, қандағы жаман нәрселердің бәрін жеп қояды. Жоқ қылып береді. Сонда қарасаңыз, жаңағылардың барлығы сағаттың механизмі сияқты нәрсе екен. Өздерінің генеральный директоры бар, управляющий бар. Көрдіңіз ба? Целая система қанның ішінде тұр. Қан составында. Составында тұр. Құрамында.
Сондықтан мына біздің де істеп жатқан нәрсемізді қараса, сағаттың нелері сияқты ғой. Көрдіңіз ба? Сағаттың шестеренкалары сияқты. Бір-бірімен байланып отыр. А сағат деген не? Сағат деген ол уақыт. Уақыт деген не? Уақыт деген Алла. Сондықтан адамдар қазір өзінің уақытын қайда жіберерін білмейді. А біреулерге уақыт жетпейді. Өйткені ол адам Алланы таныған адам. Оған уақыт жетпейді. Ең қымбат қазір маған сол уақыт. Міне сол киіз үйдің ішінде 7 қат көк, 7 қат жер, 7 қат аспан. Осы 3 әлемнің құдіреті киіз үйдің ішіндегі жаңағы қол өнер арқылы кебеже, сандық, абадал, асадал, басқұр, сырмақ, кілем, алаша, ағаштан істеген ыдыс аяқтармен сол жаңағы 12 айдың календары, 12 күннің күн календары сол киіз үйдің ішінде тұр. Сонда киіз үйдің ішінде жаңағы 12 ай календарына байланысты 12 нәрсе өзінің орнында тұрады. Сонда жаңағы киіз үйдің ішіне келіп жарадар болып келген батыр киіз үйдің ішінде ұйықтап таңертең сауығып кете беретін болған. Міне осы энергетика саған айтып кірмейді денеңе. Бірақ ол қол өнер арқылы аналардан, мысалы біздің де мына жасап жатқан таңбаларымыздан сол энергия шығады. Сол энергия шығады да мынау мені кеңістік тазартады. Мынау таңбалар келген адам таниды. Даже семен не еріп келеді, оған дейін көрсетеді маған. Көрінбейтін нәрсені көрсетеді. Энергия арқылы. Бір қимыл арқылы. Сондықтан Алашардагілер не оян Міржақып тулатып, неге оян қазақ деп кетті. Біздің қанымызда жаңағы құдірет ұйықтап жатыр. Оны оятатын міне өзің 10 саусағымыз. Өнер. Сондықтан Алла Тағала адамнан бұрын кәләмді жаратты. Кәләм деген Алланың 7 сипаты. 7 өнермен байланысты тұр. Міне сол киіз үйдің ішіндегі керемет заттар туралы Аллаға шүкір қазір ғалымдар терең бұл нәрсеге кіріп, зерттеп, халықтың алдына көрсетіп отыр қазір. Абай телевидениесінде Зира Наурызбай деген келіншек қазір осы мәселелерді терең айтып жатыр. Киіз үйдің ішіндегі заттар бүкіл жаңағы адамзатқа байланысты, қатысты. Оның ішінде қазаққа қатысты. Оның ішіндегі сақтар дәуірінен келе жатқан жаңағы керемет мысалы құндылықтарды қазір ғалымдар енді ғана ашайын деп жатыр. Шындыққа келсек, мен мынау зерттедім. Әлгі алтын ғасырда істелген алтын заттар бар ғой қазір. Алтын адамдар табылып отыр ғой, Қазақстанның қанша жеріне табылды. Сол заттарды зерттедім. Бәрі Құран. Ол кезде Құран түскен жоқ. Құран біздің эрамызда түсіп отыр ғой. 7 ғасырда. А бұл біздің эрамызға дейінгі 5 ғасырда істелген нәрселер. Сонда Алланың шындығы ол біреу ақ қой. Алланың екінші шындығы жоқ қой. Мына түсірілген Құранда бұл шындықтың кілті ғой. Сонда анау жасалынған жаңағы сақтар дәуірінде істелінген заттарға қазір мынау ғалымдардың өресі жетпейді. Өйткені оған кіру үшін
көкірек көз ояну керек. Көкірек толса ілімге көз ашылар сананың. Сонда ғана барып сана оянады. Кейде сұраймын, мен сана деген не десем айтып бере алмайды адамдар. Аты өзі айтып тұр ғой, сана дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Міне сана деген 9-ақ цифрдан тұрады. Сол цифрлардың бір-біріне араласуынан, қатысуынан жаңағы миллиард, миллион, миллиард, триллион, сосын тағы не? Сексиллион, арай тағы да Google тағы кете береді. Сонда сана деген Алла Тағаланың құдіретінің, қасиетінің, кереметінің шексіз мүмкіндігі. Міне енді осы сананың 5 деңгейі бар. Сезімнің де 5 деңгейі бар. Бұны біздің Қашаған жырау былай дейді атамыз. Күнді де біреу күндейді ау, күнде де түнек барын білмейді ау. Түнді де біреу түндейді ау, түнде де сәуле барын білмейді ау дейді. Сонда күндегі түнек дегеніміз біздің жанымыз денемізден босанып түнде ұйықтаған кезде босанып шығады да, егер сіз Алладан тілесеңіз, Алла тілегіңізді қабыл алса, күндегі түнекке барып, біздің жанымыз тазарып, қайтадан біздің денемізге кіреді. Міне сонда күндегі түнек 10 энергиядан тұрады. 10 қасиеттен тұрады. 5-еуі сыртқы әлемді білу үшін 5 сезім, 5-еуі ішкі әлемді білу үшін 5 сана. Сонда менен сұрайды, аға дейді, сананың 5 деңгейі ол ретімен ашыла ма дейді. Иә, ретімен ашылады. Алдымен бірінші ашылады. Ол есте сақтау. Нені есте сақтау? Ата бабаларыңыздан келе жатқан дәстүр, салт, дәстүр, әдет, ғұрып. Соны есте сақтау. Бұл бірінші деңгей сананың. Екінші деңгей есте сақтау зейін қуат. Сол ата бабалардан келе жатқан рухани сабақтастық, әдет ғұрыптарды, салт, дәстүрді сенің сөзің арқылы, сенің қарекетің арқылы, сенің жазған кітабың арқылы, сенің сызып атқан сызуың арқылы адамдарға жүрегін ашу, жүрегінің көзін ашу, жанының көзін ашу. Міне Омар Жәлелді адамдар тыңдап жатыр ғой. Бірақ қазір кішкене ауытқулар болып жатыр. Адамдар уже кішкене теріс қарап бұрылып жатыр. Неге деп сұрайды менен. Міне сананың бірінші деңгейі есте сақтау, екінші деңгейі есте сақтау зейін қуат. Осы екеуі берілген Омар Жәлелге. Үшінші жоқ. Үшінші не? Міне әңгіменің бәрі үшіншіде тұр. Сонда көрдіңіз бе? Бұл сананың әр деңгейіне лағын татқын араласады. Әрине. Араласпайтын жер жоқ оның. Сол арқылы шыңдайды адамды. Енді сананың үшінші деңгейі ол фантазия, қиял. Қиял. А қиял деген не? Қиял деген ол уже композиция. Уже композитор боласың сен. Уже шығармашылық деңгейге шығасың. А кімде ол жоқ. Шығарма жоқ. То есть қолмен істейтін нәрсе жоқ. Қолмен істеп, өзі соны іздеп жүр ғой қазір.
Төртінші деңгейі қиялға берілу. Көрдіңіз ба? Қиялға берілген адам ғана жаңағыдай әлемдік деңгейге шығатын нәрсе істей алады. Қиялға берілген адам. Бірақ бұл жерде де лағнет асқан араласады. Сенің қиялыңды, келген таза қиялды, жаман қиялға. Неге? Өйткені адамның денесінде, біздің денемізде жақсылық 50%, жамандық 50%. Сол екеуі теңессе ғана жаңағы қиялға берілу жұмыс істейді. Міне сондықтан жаңағы музыкант болсын, суретші болсын, творчествоның адамы әр уақытта осы тепе-теңдікті, таразың екі басын теңестіріп отыруды өзіне мақсат тұтады. Оның кейін сананың 5-ші деңгейі. Егер сіз сол таразының екі басын теңестіріп жүрсеңіз, ақ пен қараны ажыратсаңыз, бұл екеуі жаңағыдай теңескен кезде бірін-біріне күш береді. Ал егер жаңағыдай теңеспесе, біздің қателігімізден қара жағы көбейіп кетеді да, анау жаңағы періште рухты жей береді. Оның энергиясын алып қоя береді. Сондықтан жаңағы қазір бүкіл әлемді қара түнек басып тұр. Біздің қай саламызды алма, қазір жаңағы король тымый дейді ғой. Сол қазір барлық жерде сол тұр. Қаралық система. Сондықтан 5-ші деңгейі сананың түйсік. Түйсік? Қазақта түйін деген сөз, түйсіктен шыққан. Түйін. Түйінін түйе біледі дейді. Көрдің ба? Түй деген мағынадан шығады. Түйсік, түй. Шешім бір. Келсап білесің ғой? Иә? Түйеді ғой? Бидайды түйеді, тарыны түйеді. Көрдің ба? Сонда жаңағы тарының қабығы ашылады. Сол сияқты жаңағы түйсік деген бұл Алла менен Алланың деңгейіне көтерілу. Хабар алу. Сені әр уақытта Алла тазалап отырады. Көрдіңіз ба? Қазір адамдар мен Алламен сөйлесіп жатырмын дейтіндер шығып жатыр ғой, білесің. Алла ішімен сөйлеспейді. Алла айтады, мен кеңістіктің бір бұрышында жатқан кен қазына едім дейді. Өзімнің құдіретімді, кереметімді, қасиетімді, махаббатымды көрсету үшін соған қозғау салдым дейді. Міне түйсік деген осы. Алла менен, бұны орысша контакт дейді. Көрдің ба? Алла менен түйсікте болса, саған Алланың кен қазынасы ашылады. Ашылған кезде Алла өзінің құдіретін пәндасы арқылы көрсетеді. Міне. Мынау таңбалардың бәрін мен шәкірттерім айтамын. Мынаның бәрін Алла салды. Мен құлшылық еттім. Сендер де міне сызып жатырсыңдар ғой, Алла сызып жатыр. Сен құлшылық етіп жатсың. Әрбір толтырған жаңағы квадратынан Алла сенің деңгейіңді көрсетіп жатыр. Қай деңгейде тұр сенің жаның? Білдің ба? Сондықтан Аллаға шүкір деу керек. Жаңағы киіз үйдегі алаша туралы айттым. Mesela алаш деген сөздің қайдан шыққанын, Алла аш деген. Енді сол басымыздан да өтті ғой. Біздің де басымыздан талай қиындықтар өтті. Бабаларымыз айтты ғой, мен қазақ мың өлім мың тірілген. Сол қазір қазақта болып жатыр. Мың өліп, мың тіріліп, қанша құласа да қайтадан тұрып алып, Алланы іздеп жатыр.
Қазір дедім сен Алланы іздеп келіп отырсың. Алла алыс емес. Алла айтады, мен дейді, мынау күре тамырынан да жақын дейді. Сондықтан сол күре тамырынан да жақын құдіретті оята білу керек. Аға, енді мына мектептерде қазір жастардың арасында өзіне өзі қол салу, суицид көбейіп кетті. Осы жастарға не айтарсыз? Осыдан шығатын бір жол бар ма? Бұл неліктен болып жатыр деп ойлайсыз? Алла тағалам айтады, қандай ауру болмасын, қандай пәлекет болмасын, мен емін де шешімін де бірге жіберем дейді. Сонда кез келген ауру, кез келген пәлекет, кез келген жамандық, ол Алланың сынағы. Жаңа болып жатқан суицид, жаңа біздегі мынау министерство, оқу министрлерінде, департаменттерге белгі беріп жатыр. Ойлансаңдар, мынаның шешімі бар ғой. Шешімі қандай деп ойлайсыз аға? Енді сол шешімді мен айтып келе жатқаныма, осы мен қазір Астанаға келгеніме 23 жыл болыпты. 23 жыл бойы мен қанша министрге кірдім, қаншасын ертіп келді, қаншасын көрсеттім. Олар енді мынаны, олардың аттарын айтпай қойын, бәріңіз білесіздер. Олардың бәрі қазір пенсияда. Сол алға озып кеткен дүниені олар сөзбен түсінгісі келеді. Ақылмен түсінгісі келеді. Жоқ. Біздің ақылымыз адасқан. Сол адасқан ақылды біз мойындағымыз келмейді. Сондықтан болып жатыр ғой мынау. Иә. Қаралық үстем болып тұр ғой. Міне сол ақыл адасса, енді не қылады? Ақылмен мынаны ала алмайсыз. Енді не қылады? Енді жүрек қылады. Жүрегің таза болса, жүрегің көзі ашылса, мынаны түсінесің. Қазір бар адамдар. Кіргенне жылай берген адамдар бар. Неге? Кіріп келген кезде жүректің көзі ашылып кетеді. Жанның көзі ашылып кетеді. Жанның айнасының көзі ашылады. Айнасының сөзі бар. Қазір адамдардың жанының айнасының көзі қарайып кеткен. Құдайға шүкір, қазір адамдарды рентгенсіз көретін адамдар бар. Қаяқта жүрген, қазаққа үлкен энергия келеді. Ол энергияны мына батыстың ғалымдары айтып қойған. Ол бірінші көріп келдік. Ақыл көзіңіз ашылады. Ақыл көзіңізбен көретін боласыз. Ақылмен көреміз. Көкірек көзі ашылады. Көкірек көзімен көретін боласыз. Ішкі көзіңіз ашылады. Ішкі көзімен көретін боласыз. Ішкі көз деген не? Ішкі көз деген бұл мәңгілік ағаш. Біздің денемізде тұр ол. Бірақ ол рентгенге түспейді. Сондықтан әлі де дайынбыз. Мен методикалық орталықтарға да бардым заманында да. Енді бізде 30 жыл бойы өзің білесің, руханият деген нәрсе төмен қарай құлдырап кетті. Әлі күнге дейін есін жия алмай жатыр. Руханият деген тек қана жағы сахнаға шығып барып өлең айтып, болмаса музыка ойнау емес. Намаз оқу емес. Намаз оқу емес. Оның бәрі керек, оның бәрі құрал. Құрал. Адамдық арамға берілген. Ал руханият деген, мен руханиятқа абай кірді ма? Кірді.
Бірақ абайды әлі түсіне алмай жатырмыз ғой біз. 175 жыл болды. Бірақ түсінуге ниеттеніп жүргендер қазір Құдайға шүкір жаңағы жүрекке жылулық ұялатады. Бар адамдар. Бірақ әлі жоғары деңгейде емес. Енді қандай шешім бар мына жастарымызды құтқаратындай? Шешім міне неге түріктердің лицейінде кіріп келген кезде хош-иіс сезем біріншіден. Екіншіден жылы тәтті энергия денеме кіреді. Міне иман деген, міне руханият деген. Дұрыс па? Кіргенде қуанып кетем. Тәніміз қуана, жанымыз. Алла қуаныш қой. Міне енді осыны мен 2005 жылы мына Көкталдағы Әлкен Марғұлан атындағы мектепте 4-ші класстың балдарын 2 айдың ішінде выставкаға шығардым. Сөйтіп департамент образованиядан шақырдық. Бәрін. Келді. Келіп кіргеннен жаңағы департаменттің бастығы, о бәке, мына түріктердің лицейі болып қапты ғой деді. Ол да сезді ғой, сезеді мұрын. Адам мұрын сезеді ғой, иісті. Иісті, аузы энергияны сезеді. Сөйтіп выставканы көріп, таң қалып, керемет деп арқамнан қалып, болды. Кабинетіне кірді де ұмытып кетеді. Міне 23 жыл бойы мен осындай нәрсенің ішінде келе жатырмын. Міне сонда тыңда енді. Әр мектепте қазір қасиетті балдар дейді, индиго дейді. Өмірге келіп жатыр. Суицидке ұшырап жатқан, ауырып жүрген солар. Міне мынау әдістемені егер мен жаңағыдай жүргізсем әр мектепте, оған мен дайынмын. Жаңағы мектептегі психологтарды, мектептегі сурет өнерінен беретіндерді, сосын жаңағы арқасы бар педагогтар бар. Соларды алам да шамалы уақыт мен лекция жүргізем. Болды. Аналардың бәрінің есі ашылады, каналдар. Көрдіңіз ба? Канал. Жалғыз суицидқа байланысты емес қой. Бұл деген жаңа сақау не, бүкіл не бұл? Бұл жерде тыңдаса енді. Жаңағы канал ашылды ма? Болды. Қайда біреуінің каналы ашылса, рухани канал. Беріледі. Жоғарыдан Алланың энергиясы мектепке тарайды. Иншалла. Мектепке тарайды да, не только суицид, бүкіл ауру, бүкіл іштегі нәрсенің барлығы жындар жайлап, олар адам денесінің бәрін жаулап алып қойған ғой. Солардың бәрі жайлап орын босата бастайды. Періштелік энергияға. Періштелік энергия қалай кірді ма, болды, ана мектепте расмет. Мен сізді оқыттым. Осының қатын министр болса екен. От сол үшін сен енді бүйтіп теріңді ағызып тұрып, жан-жаққа не қылмай, қайда сен адамдарды ұмытылдыр, міне мынау елімді қабылдасыңдар, оқысы дайын отыр ғой.